Сәлем достар, бұл қарапайым мастер каналы. Бүгінгі видеода жасайтын затымыз телефонға подставка, яғни ноутбукта немесе компьютерда тұратын құрал, жұмыс істейтін адамдарға таптырмайтын зат. Сондықтан да каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және де кеттік. Бізде видеода ең қажетті қолданатын құралдар осылар, және кеттік. Біз алдымен материалымызды дайындап алуымыз керек. Оған су құбырына пайдаланатын трубаны алдым. Яғни бұл пластмасс маған ыңғайлы. Оны 11 см немесе 12 см қылып кесіп аламыз. Оған канцелярский пышақты пайдаланамыз, немесе ара. Кестік және ортасынан бір кесіп, бізге газ немесе сол сияқты құралдар керек болады. Яғни бұл трубаны ерітіп текстеуіміз керек. Бірақ ерітіп жіберуің мүмкін, сол үшін оқып істеу керек. Және бізге кітап немесе осындай ағаш керек. Осы еріген соң үстінен бастырып қоямыз. 20 секундта ол қатады. Текст әдемі материал бізге дайын. Енді біз бұны текстейміз жақсылап наждакпен. Сосын бізге қалған қақпақ немесе осындай циркульмен де істеуге болады. Өзіміздің фигурамызды кесіп аламыз. Біз алдымен сызып, сосын канцелярский пышақпен кесеміз. Және қолды абайлау керек. Бұл пышақ өте өткір. Сосын бөлшегімізді кесіп алған соң жақсылап наждаққа тағы да текстеп, бізге дәл осындай бөлшектен төртеуі қажет болады. Енді кезекте біз осындай жерінен бұрғымен тесуіміз керек, төртеуінің де. Және бізге кішкентай болт керек. Бізге телефон жабысу үшін магнит керек болады. Яғни бір бөлшегімізді магниттің фигурасымен бірдей кесіп, магнитті ішіне орнатамыз. Және екі бөлшектен бір-біріне жабыстырып, ортасын бұрандамен кигіземіз. Сыртына өзімізге қалаған бір материал керек. Мен өзім қара осындай бір материал тауып алдым үйден. Немесе ағаш жабыстыруға болады, өз қалауларыңыз. Бұл әдемі көріну үшін. Бізде осындай зат жүзеге асты, магниті бар. Ортасында бұранда ұстап тұрады. Және әдемі көріну үшін любой наклейка жабыстырсаңыздар болады. Мен өзімнің iPhone-ның белгісін таңдадым. Яғни MacBook болған соң. Міне ашылып жабылады, ішіне магнит, ортасына бұранда ұстап тұр. Өздеріңіз көргендей темірді ұстайды. Және ноутбук немесе компьютерімізға жабыстырып қоямыз. Термоклей немесе екі беттік скотчпен. Ол бұранда арқылы ашылады. Қара заттың артына магнит. Телефоны жабыстырсақ, ол жабыса. Телефонның чехолдың ішінде кішкентай темір бөлшек арнайы. Кәдімгі көліктерде қолданатын секілді. Міне затымыз дайын. Бұл өте қажетті, керемет зат деп ойлаймын. Жасау да бұлай аса қиын емес. Егер сұрақтарыңыз болса, комментария жазып кетесіздер. Мен түсіндіретін боламын.